келесі артқы бетін тоқимыз, яғни жіпті осылай домалақтап аламыз да осындай етіп аламыз. Біз бағана мұнда астында 60 тор көзін шығардық. Бұл жерде де дәл солай 60 тор көзін шығарамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Яғни әрі қарай 60 тор көзін шығарасыздар. Мінекей 60 тор көзін тоқыдық. Яғни бұл жерден енді 4-нен тастап кетеміз. Жіпті іліп аламыз да 1, 2, 3, 4-еуін тастап кетеміз. 5-ші тұрған тор көзге осылай крючокты кіргізіп бір бағанды шығарамыз. Келесі тұрған жерінен тағы да бір баған шығарамыз. Дәл осылайынан соңына дейін істейсіздер. Бағана біз мұнда мына басында істедік қой. Соңына дейін тоқыдық бағандарды. Дәл солайынан бұда да соңына дейін бағандарды тоқып шығасыздар. Дәл осылайынан. Мінекей біз тоқыдық, яғни мына басынан бастап санағанда бізде 57 баған шығуы керек. Енді біз бір үрмелі шар аламыз да кері қарай айналдырамыз да бірден да бірінші тұрған тор көзден бір бағанды шығарамыз. Енді келесі тұрған бағаннан бедерлі баған шығарамыз. Келесі тұрған тор көзден, яғни 2 тор көзден 2 баған шығарамыз. 1, келесінен 2, екінші баған шығардық. Келесі тұрған бағаннан енді бедерлі баған шығарамыз. Келесі тұрған тор көздерден, 2 тор көзден 2 баған шығарамыз. Так. 2 баған шығарамыз. Келесі тұрған неден бағаннан бір бедерлі баған шығарамыз. Келесіне тағы да дәл осылайынан мына соңына дейін тоқисыздар. Яғни біз мынада қалай тоқыдық мына жерді, мінекей дәл осылайынан бұны да дәл осылайынан тоқисыздар. Ешқандай қиындық жоқ. Бағана егер де ұмытып қалып жатсаңыздар, бағана басында тоққан видеомызды кері қарай қойып, дәл осылайынан тоқып шығыңыздар. Ешқандай өзгеріссіз, тек осы жерге дейін тоқисыздар, яғни қай жерге дейін керек көлемі сол жерге дейін тоқимыз. Так, мінекей мен тоқып болдым. Так, енді біз санап шығайық. Қанша тоқыдым мен? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Мінекей бізде 14-ші қатар енді істеліп келатыр. Мінекей 14-ті істедік. Біз яғни мына жақта да дәл солай 14-ші қатарды былай жүргіздік, байқасаңыздар. Кейін қолына орын қалдырдық да былайынан жүргізіп кеттік. Бұл жерде де дәл солай орын қалдыратын боламыз. Ең алдымен мінекей бір үрмелі шар алдым. Кейін так, мұнда бірінші тұрғанына емес, келесі тұрған жерге крючокты кіргізіп біріктіреміз. Так, келесі тұрған жерден тағы да біріктіреміз. Енді жіпті іліп аламыз да келесі тұрған жерінен біріншісінен өткіземіз де аяқтамаймыз. Келесі екінші бедерлі баған тұр ғой, оның үстіндегі тор көзден алып, екіншісін де аяқтамаймыз. Дәл осылайынан осы үшеуінен өткіземіз. Так, кейін енді келесі мұнда 2 тор көзінен 2 баған шығарамыз. 1, 2. Келесі тұрған бір бағаннан бір бедерлі бағанды шығарамыз. Келесі тұрған жерден 2 баған шығарамыз. Келесі тұрған жерінен енді бір бедерлі баған шығарамыз. Дәл осылайынан, дәл осылайынан қайталап мына соңына дейін тоқисыздар. Сосын ары қарай тағы да көрсететін боламын.
Мінекей соңына келдім. Яғни соңында бізде 1, 2, 3, 4, 5 торгөзі қалды. Біз яғни екеуін біріктіретін боламыз. Манағыдай бірінші тұрған торгөзден бір бағанды аламыз, аяқтамаймыз. Келесінен тағы да бір бағанды аламыз, аяқтамаймыз. Енді осы үшеуін бірге өткіземіз. Бір үрмелі шар аламыз да, кері айналдырамыз. Мінекей кері айналдырып, бірде мына бірінші тұрған бағанды аламыз. Так, келесі мындай екі бедерлі бағанды аламыз, бері қарап тұрған. Мінекей біреу, келесі екеу. Келесі бағанды аламыз. Келесі тағы да екі бедерлі бағанды аламыз. Біреу. Так, келесі мінекей екеу. Тағы да баған аламыз. Мінекей дәл осылайынан мына соңына дейін істейсіздер. Соңына дейін. Так, мінекей мен тоқыдым түгел. Соңына келдім. Соңында міне екі бедерлі бағанды алдым. Жіпті крючокқа іліп аламын да, мұнда міне бірінші тұрған торгөз тұрғы, мінекей. Соған осылай крючокты кіргізіп, жіпті іліп аламын да, бір бағанды шығарамын. Бір үрмелі шар аламын да, кері айналдырамын. Кері айналдырып, мұнда бірінші тұрған торгөзге кіргізіп, бірінші бағанды шығарамын. Келесі тұрған, яғни мінекей, екі торгөзден екі бағанды шығарамын. Мінекей біреу, келесі екеу. Так, енді мұнда бір бедерлі баған тұр ғой. Сол бір бедерлі бағаннан баған шығарамын, мінекей бедерлі баған. Келесі тұрған жерінен екі баған шығарамын, екі торгөзден. Келесінен енді так, келесіне мінекей бір бедерлі бағанды істеймін. Мінекей дәл осылайынан мына соңына дейін жалғастырып, дәл осылайынан істей бересіздер. Яғни бізге мына қолдың түгел керек жеріне дейін. Мінекей бізде мінекей істелді ғой, көрдіңіздер, екі қолының шеті шықты. Енді әрі қарай түгел тоқитын боламыз. Яғни мына жері жауықтыруы керек. Мінекей мен тоқып болдым. Яғни бізде қанша узор шықты, бірге санайық. Астынан бастап санаймыз. Мінекей 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-шысы. Яғни біз мана қолын істегенде дәл солай міне узордың тек басын істегенбіз. Бұны да санаймыз, яғни. Так, мына узор мына жерден басталды ғой. Сол жерден санаймыз. Мінекей 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, мінекей 9. Енді біз мына жіпті, тоқып жатқан жібімізді кеспейміз. Кері қарай аударамыз. Так. Енді мынаны мінекей. Так. Бұлай үстіне қоямыз, мінекей. Көрдіңіздер ме? Қандай әдемі шығады. Бізде яғни мынау ішкі беті ішіне қарап тұру керек. Мынандай сыртқы узоры мына сыртында тұруы керек. Біз енді бұны біріктіретін боламыз. Яғни мінекей мына узор жақ бетін ішіне қаратамыз да, мына ішкі бетін мына жақтың сыртына қаратып, осылай тоқитын боламыз. Так, ең алдымен бізде мұнда міне бізде тағы бір айта кететін жайт, ұмытып баратым. Бізде мынау 49 мына торгөзі шығуы керек түгелмен. 49 болуы керек. Так, менде 49 шықты. Енді бірге біріктіретін боламыз. Яғни мұнда тұрған бірінші торгөзге крючогымызды кіргіземіз. Мінекей. Енді мұнда тұрған жіпті іліп аламыз да. Осылайынан
шығарамыз. Мінекей. Енді бір үрмелі шараламыз да келесі тұрған, бізде мінекей келесі тұрған торкөз бар ғой, соған осылай кіргіземіз. Келесі тұрған торкөзге де дәл осылай кіргізіп, мінекей жіпті іліп аламыз. Осылайынан бірден біріктіріп жібереміз. Келесі тұрған торкөзге кіргіземіз. Тағы да торкөзге кіргізіп, жіпті іліп аламыз, біріктіреміз. Так. Мұнда келесі тұрған торкөзге кіргіземіз. Так, келесі тұрған неге кіргізіп, тағы да біріктіреміз. Келесіне кіргіземіз, тағы да келесіне кіргіземіз, біріктіреміз. Дәл осылайынан біріктіріп істей бересіздер. Артық жіпті былай бірге алып кете берсеңіздер болады. Мына жіпті бөлек етесіздер. Бірге былайынан алып кетіп тоқып жасаңыз болады, я болмаса осылай қалдырып, арасына өткізбей кіргізіп жіберулеріңізге де болады. Так, келесіне кіргіземіз. Так, тағы да келесіне. Так, мінекей менде соңғысы қалды. Соңғысын кіргіземін. Осылайынан мінекей біріктіремін. Мінекей біз біріктірдік. Артығын кесіп тастаймыз. Мынандай узор болып шығады. Мына жағында мінекей дәл солайынан мына жібімізбен артық мана ұзын жіп алып қалдық қой біреуін. Сол бойынша тағы да мына жерде тоқып шығасыздар. Мына басынан. Так, біз мына жерді тоқып болдық. Яғни, енді мен мына шетін тоқитын боламыз. Яғни, ол үшін бірінші торкөзде мінекей жіпті алдым да, мінекей бір жіпті іліп алдым да, енді бір үрмелі шарды алдым. Бұл жерде айта кететін жайт, яғни біз мына жақты тоқыған кезде, мына жақтың мінекей алдыңғы сызығы бар ғой, тағы да сызықтар бар. Дәл сызықтармен бірдей етіп тоқисыздар. Сондықтан сол естеріңізде болсын. Так, енді біз мұнда кіргіземіз. Мұнда крючокты кіргіземіз. Жіпті іліп аламыз да, осылай біріктіреміз. Мұна астындағы жіпті әрі бері, яғни байлап жүресіздер. Неге? Яғни мұна артындағы сызық пен мұна сызықты бірдей қылуымыз керек. Неге ортасынан біріне алып аламыз. Крючокты кіргізіп жіпті іліп алып аламыз да, осылай біріктіреміз. Мына жіпті енді былай қарай шығарамыз. Неге? Так, енді келесін тоқимыз. Келесіне де кіргізіп, жағынан кіргізіп, неге жіпті іліп аламыз. Енді арасынан өткіземіз жіпті, артындағы жіпті. Тағы да мінекей крючогымызды кіргіземіз. Яғни мынаумен бірдей болу керек. Неге? Крючогымызды кіргіземіз, мынаған апарамыз, жіпті іліп алып шығарамыз. Неге? Енді мына артындағы жіпті тағы да былай қарай итеріп жібереміз. Тағы да мына тұрған жерден мына жерге крючокты кіргізіп осылай біріктіреміз. Дәл осылайынан жалғастырып мына шетіне дейін істейсіздер. Так, неге мен тоқып болдым, мына соңына дейін. Байқасаңыздар, енді былай қарай аударып қарасақ, неге? Осындай болып бірігіп шығады. Төбесі міне. Енді біз дәл осы күйінде, теріс қарап тұрған күйінде мына екінші жағын тоқитын боламыз, мына жаққа дейін. Содан кейін енді келесі басқа түсімізді тоқимыз.
Мінекей мен тоқып болдым. Көріп тұрсыздар, өте әдемі шығады. Так, енді мен оң жағын ауыстырып алдым. Байқасаңыздар, енді мына бір алдын, қолын және мына аяқ жақтарын, шет жақтарын мен басқа түспен тоқимын. Сіздер осы жасыл жіппен тоқысаңыздар да болады, я басқа жіппен тоқысаңыздар да болады. Мен мына сары жіппен тоқитын боламын. Так, ол үшін мына шетінен бастайтын боламыз. Яғни крючогымызды кіргіземіз. Жіпті іліп алып шығарамыз да. Так, байлап тастаймыз бірден. Яғни шығып кетпеу үшін. Так, енді дәл осы жерге крючогымызды кіргізіп, екі тор көзін шығарамыз, біреу, екеу. Так, кейін мұнда тұрған тор көзге кіргізіп, бір баған шығарамыз. Так, келесі тор көзге кіргізіп, мұнда екінші бағанды шығарамыз. Келесі тағы да үшінші бағанды шығарамыз. Так, тағы да мінекей бір баған шығарамыз. Келесі тұрған жерінен екінші бағанды шығарамыз. Келесі үшінші бағанды шығарамыз. Тағы да мұнда мінекей. Так, кешірім сұраймын. Яғни мұнда бізде арасы ашық қалмау керек. Так, мына жерден тағы біреуін аламын. Мұнда біреу шығарамын. Так, мұнда тұрған жерден тағы біреу шығарамын. Келесі тұрған жерімізден біреу аламын. Мына жеріне кіргізіп тағы да біреу шығарамын. Аяғына тағы да біреу шығарамын. Мінекей, яғни бізде міне үшеуі болды ғой. Мінекей мынау басыңғы жағы, мынау артқы жақта біреу тұр, яғни мінекей біреу, екеу, мынау үшіншісі. Мына біреу, екеу, үшеу, мына төртіншісі деген сызықта төртіншісі тұрады. Яғни біреу, екеу, үшеу, сызықта төртіншісі. Біреу, екеу, үшеу, мына сызықта төртіншісі. Тағы да біреу, екеу, үшеу дейміз, сөйтіп тоқи береміз да. Дәл мына қақ ортасына келгенде қазір тағы да дәл осылай тоқисыздар. Ортасына келгенде тағы да көрсететін боламын. Так, мінекей біз тоқып атырық, яғни мына айтқанымдай. Так, мына төртіншісін алдық, мінекей. Соңғысы мына біреу, екеу, үшеу тоқыдық. Мына бізде қақ ортасына келдік, яғни ортасынан біреуін аламыз. Кейін келесі енді үшеуін тоқимыз. Мінекей. Біреу, екеу, үшеу. Үшеуін тоқыдық, мына сызықтан төртіншісін аламыз. Тағы да біреу, екеу, үшеуін тоқимыз, төртіншісінен аламыз. Дәл осылайынан жалғастырып мына жерге дейін тоқимыз. Мына жағын тағы да айтамын. Так, мінекей алдын тоқыдым. Енді мына артына келдік, яғни артында бізде уже түгел тор көздер тоқылған. Дәл сол тор көздердің үстінен жүргіземіз, яғни дәл сол тор көздерден бағандар шығарамыз, яғни біреу, екеу, келесі үшеу,
дәл осы тор көздердің астынан шығарасыздар. Дәл осылайынан тоқи бересіздер. Каждый тор көзінің астынан алып, баған тоқисыздар мына жерге дейін. Так, неке соңына дейін тоқыдым. Енді так, мында үшінші тұрған тор көзге осылайынан крючокты кіргізіп, осылай біріктіремін. Енді 1-2 үрмелі шар аламында мына келесі тұрған жерге крючокты осылай ортасынан кіргізіп, бедерлі баған жасаймын. Келесі тұрған бағанға кіргізіп, келесі бедерлі бағанды, яғни артынан істеймін неке. Келесі бедерлі бағанды бер жағынан, келесі бедерлі бағанды неке ар жағынан істеймін. Так, неке дәл осылайынан мына шетіне дейін істейсіздер. Яғни мына ортасы ғой, мына жерде екі тор көзі, екі баған қалу керек. Сол жерге дейін істейсіздер. Так, неке тоқыдым. Енді біз мында неке бізде ортасы дәл осы жер ғой. Ортасы дәл осы жер. Яғни біз мында екеуін бірге аламыз. Яғни жіпті іліп аламыз да, крючокты былай өткізіп, бірден екеуінің былай ортасынан өткіземіз да, бедерлі бағанды мінекей кері, яғни ар жағынан істейміз, неке осылайынан алып, бірге біріктіріп жібереміз. Кейін неке қақ ортасынан енді бер жағынан бедерлі баған істейміз, яғни біреуінен. Енді мұнда, яғни тағы да мына екеуін арт жағынан бірге біріктіріп, бедерлі бағанды істеп жібереміз. Әрі қарай енді манағыдай жалғаса береді. Бер жағынан бір бедерлі баған, ар жағынан бір бедерлі баған, бер жағынан бір бедерлі баған, ар жағынан бір бедерлі баған. Дәл осылайынан неке айналдырып, мына жерге дейін істейсіздер. Так, неке мен тоқып болдым. Көріп тұрсыздар, өте әдемі шығады. Так, неке мына жерде мен шетінде бітедім, біріктірдім да, сосын қалған жіпті арасынан көрсетпей жібердім. Енді біз шетін тоқимыз, яғни шетін аяғынан бастаймыз. Мен дайындап қойдым неке. Біз мына тіккен жеріміз бар ғой, дәл сол жердің ортасына жіпті іліп алып шығардым, осылай байлап алдым. Енді сол жерге крючогымызды кіргізіп, жіпті іліп алып шығарамыз да, екі тор көзін істейміз, неке біреу, екеу. Бұл жерде енді басқаша істейміз, яғни бедерлі баған неке бер жағынан шығарамыз. Так. Мына жіпті мынады алдынан, артынан алып жүресіздер. Енді келесі мінекей арт жағынан аламыз. Енді бұта мінекей өзгеше көрдіңіздер ме? Бұл бедерлі баған бер жағында тұрады ғой. Енді біз мына артқа қарап, артында тұрған бағанды бер қарай бедерлі баған етіп аламыз. Мына бағанды керісінше артына қарай жібереміз. Дәл осылайынан алмай кезек істей бересіздер, яғни бер жағынан, сосын ар жағынан, сосын бер жағынан неке. Енді бер жағынан аламыз. Келесі ар жағынан аламыз. Тағы да бер жағынан аламыз. Тағы да ар жағынан аламыз. Тағы да бер жағынан аламыз. Дәл осылайынан әрі-бері мына соңына дейін тоқыңыздар.
Так, неге мен тоқып болдым. Айналдырып түгел тоқыдым. Так, соңында мінекей артынан алдым. Енді мұнда үшінші тұрған торкөзге крючокты кіргізіп біріктіремін. Тағы да 2 өрмелі шар аламын. Так, енді бірден мінекей мына жерден тоқимыз. Бедерлі бағанды аламыз бер жағынан. Ар жағынан тағы да бедерлі баған аламыз. Тағы да бер жағынан аламыз. Тағы да ар жағынан аламыз. Бер жағынан бедерлі баған аламыз. Дәл осылайынан мінекей. Дәл осылайынан қайталап, түгел бұлайынан айналдырып, мына жерге дейін тоқисыздар. Мына жерге дейін тоқисыздар. Так, мінекей мен тоқып болдым. Енді мұнда үшінші тұрған жерге крючогымды кіргіземін де осылай біріктіремін. Так, мінекей. Енді біз мына қолын тоқитын боламыз. Так, мінекей мына бағана біз қосып тоққан жеріміз бар ғой. Сол жерде мінекей крючокты аламыз. Так, жіпті кіргіземіз. Енді байлап аламыз бәрін. Так, енді бағана біз мұнда бағандар шығардық қой. Бұл жерде де дәл солай бағандар шығарамыз. Так, 2 торкөзін аламыз. Так, да. 3 нені тоқимыз. 3 баған тоқимыз. 1, 2, келесі 3. Так, енді жақтан да дәл солай 3 баған тоқимыз. 1, 2, 2, келесі 3. Так, дәл осылайынан айналдырып тоқи бересіздер. 1, келесі 2, келесі 2, 3. Дәл осылайынан айналдырып жерден тоқисыздар. Так, неге айналдырып тоқыдым. Енді үшінші тұрған торкөзге кіргізіп біріктіремін. Тағы да 2 өрмелі шар аламын. Мына тұрған бағаннан бер жағынан бедерлі баған аламын. Келесі енді ар жағынан бедерлі баған аламын. Келесі бер жағынан бедерлі баған аламын. Енді ар жағынан аламын. Бер жағынан аламын. Так, енді ар жағынан аламын. Бер жағынан бедерлі баған аламын. Дәл осылайынан айналдырып мына жерге дейін тоқып келесіздер. Так, неге мен соңына дейін тоқыдым. Мұнда тұрған торкөзге кіргізіп осылай біріктіремін де қалған жіпті арасына кіргізіп жіберемін. Яғни мінекей бер жағынан бедерлі баған алдым, соңында мұнда біріктірдім. Так, мінекей енді мына аяғын тоқитын боламыз. Так, мінекей жерден аламын. Так,
жіпті жаңағыдай тағы да байлап аламын. Енді екі үрмелі шығара аламын. Кейін келесі тұрған төркөзден, яғни манағыдай бағандар жүргізе береміз. Біреу, келесі екеу. Так. Келесінен аламын. Мұндағы тұрған келесінен аламын. Тағы да келесінен аламын. Так. Келесінен аламын неге. Дәл осылайынан, мына жерден алуым керек екен. Так, дәл осылайынан қарап, асықпай, айналдырып тоқисыздар, екінші қатарын осындай бедерлі баған етіп тоқып шығасыздар. Мінекей мен тоқып болдым. Көріп тұрсыздар, өте әдемі және узоры да қалың болып шығады. Сіздер де тоқыңыздар соңына дейін дәл осылайынан. Менімен бірге болғандарыңыз үшін көп рахмет. Ең алдымен YouTube каналыма тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, коммент қалдырыңыздар. Бұдан да көп сабақ шығаратын боламын.